Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен қауым. Жұмаларыңыз мұбарак болсын. Бүгін сәуір айының 14-і 2023 жыл. Астана қаласында Алланың нұры жауып тұр. Бұл сәуір айының жаңбыры. Сәуір айының биылғы жылға бірінші жаңбыры. Өздеріңіз білесіздер, сәуір айының жаңбыры деген бұл керемет қасиетті жаңбыр. Осы сәуір айының жаңбыры арқылы бүкіл жаңағы орман, тоғай, өсімдік, жәндік, судағы балыққа дейін, адам баласының басындағы шашына дейін осы сәуірдің жаңбыры арқылы өсетінін пайғамбарымыз айтып кеткен. Осы сәуірдің жаңбыры бүкіл өліп жатқан тіршілікке жан беретін сондай керемет қасиеті бар екен. Енді білесіздер, осы сәуір айының жаңбыры бүкіл ауруға ем екенін пайғамбарымыз өзінің хадистерінде баяндаған. Бір күні пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтыпты, маған Жәбірейіл алейхиссалам періште келіп, керемет бір дәріні үйретті депті. Осы дәріден кейін емшілердің дәрісіне ешқандай сіздермен біздерге мұқтаждық қалмайтын болды депті. Сонда сахабаларымыз, я Расулулла, ол қандай дәрі екен? Бізге де үйретсеңізші деген кезде пайғамбарымыз осы сәуір айының жаңбырының суын жинаңдар. Кейін оған өзінің оқылатын сүрелері бар. Сол сүрелерді 70 реттен оқып, 7 күн бойы таңертең ерте бір кесе жаңбырдың суынан ішіңіздер деген екен. Сонда пайғамбарымыз Алланың атымен ант етіп айтады, сіздерде ешқандай ауру қалмайды дейді. Ешқандай ауру қалмайды. Тәндегі және руханияттағы, жандағы аурулардың бәрін тазалайды дейді. Адам баласының ішінде болатын жаңағы пасықтығы, залымдығы, көреалмастық, қызғаныштық деген сияқты барлық жаңағы рухани дерттерді осы жаңбырдың суы емдейтінін, тазалайтынын пайғамбарымыз айтқан екен. Адам баласының бүкіл 100 миллиард клеткасындағы, бүкіл нейронындағы жаман нәрселердің барлығысын, микробтарды, жаман информациялар тазалайтынын айтқан екен. Сонымен қатар білесіздер, судағы балықтардан бастап бүкіл жан жануар осы өсетін егістік, жаңағы ағаш болсын, басқа дүниелер осы сәуір айының жаңбырынан өзіне бір қуат алатынын, жан алатынын пайғамбарымыз айтқан екен. Теңіздің астындағы қымбат маржан шығаратын құрттар, балықтар осы сәуір айының жаңбыры болатын кезде теңіздің бетіне шығып, күтіп, осы сәуір айының жаңбырынан бір тамшы суды жұтып, теңіздің астына қайта барып, қымбат маржандарды бір жыл бойы шығарып жата береді екен. Өздеріңіз білесіздер, сәуір айында жаңбыр жаумаса, ол жылы егін болмайды. Ол жылы жеміс болмайды. Ол жылы өсімдік болмайды. Сәуір айында жаңбыр болмаса, қалған жаңбырдың берекесі болмайды. Сол себептен міне ағайын туғандар, бүгін міне Алланың нұры жауып, сәуір айында жаңбыр жауып жатыр. Бұл бір Алланың кереметі болып тұр. Енді пайғамбарымыз айтады, осы сәуір айының жаңбыры алапеске, өкпе ауруына, жаңағы таз ауруларына, терінің барлық ауруларына ем дейді. Және Алланың атымен ант етіп пайғамбарымыз айтады, бұл жаңбырдың суы адамның бойындағы өліп жатқан клеткаларды, өліп жатқан рухтарды тірілтетінін айтады. Сол үшін баласы жоқ адамдар осы жаңбырдың суынан ішсе, балалары болатынын айтады. Әйелдеріне ішкісін дейді, басы ауыратын, басында ауру бар кісілер осы жаңбырдың суын ішсін, күмәнданбасын, міндетті түрде жазылады дейді пайғамбарымыз. Енді осы жаңбырдың суы тиген киім шірімейтінін айтады ғұламалар. Көктемгі жаңбырдың суы осы сәуірдің шашты өсіретінін, адамның терісін жасартатынын, және де күзде болатын жаңбырдың суы адамның терісін қартайтатынын, адамның шашын түсіретінін ғұламалар, бұрынғы пайғамбарымыз көрген сахабалар көптеген өздерінің сөздерінде айтып кеткен. Міне ағайын туғандар, Алла тағаланың бізге берген кереметі, осы жаңбырдың суын пайдаланыңыздар. Бұл адамзат баласына ғана емес, жан жануар атаулының барлығысы, мал болсын, хайуан болсын, жеміс жидек болсын, жердің бетіндегі, теңіздің астындағы бүкіл жаратылыс
осы сәуір айының жаңбырынан өзіне керемет қуат алып тіршіліктерін бастайды екен. Сол себептен Алланың бергеніне шүкір дейік. Алла тағала ішіп жатқан кісілерге ем қылсын. Өте міне керемет дүние. Осы нәрсені пайдалансаңыздар болады. Пайғамбарымыздың сүннеті деген ол гарантия болады. Пайғамбардың сөзі деген ол Алланың сөзі болады ағайындар.